Қытайда белең алған белгісіз вирустың құрылымы анықталды. Көрші елдің есін алған жұмбақ вирусты анықтайтын тест жүйені әзірлеу жұмыстары біздің елде басталып кеткен. Еліміздің санитар дәрігерлері қазір осы шаруаға шұғыл кірісті. Тұмауға шалдыққандардың қатары былтырғымен салыстырғанда 20%-ға кем екен. Тақырыпты елордалық тілшіміз Нұрқанат Омарұлы толықтырсын. Қытайда белең алған белгісіз вирустың салдарынан бүгінде аспан асты елінде 3 адам көз жұмған. Дерттен Ухань қаласына елімізден тікелей рейстер болмағанымен Қытайға барып келген 13 мың азаматымызды санитар. Достар, осы жылы басталғалы тек біздің елді ғана емес, солай бүкіл әлемді алаңдатып жатқан қытайлық вирус еш тоқтар емес. Абай болыңыз. Алматыда коронавирусты жұқтырған адам анықталды. Қазақстандық тұрғындардың телефондарына қазір жаппай осындай хабарламалар келіп жатыр. Жалаң сөзбен емес, және видеосы да жүктелген. Сәлем, мен Мардан, каналыма қош келдіңіз. Бұл видеода сіздермен бірге Қытайдан жаңа шыққан вирустың қайдан келіп шыққанын көретін боламыз. Өйткені Қытайдың жаңа шыққан вирусы базарлардан емес, өздерінің зертханаларында шыққан болуы мүмкін. Сәлем достар. Планетаны дүр сілкіндірген Қытайдағы коронавирус ауруы жайлы не білесіздер? Бүгін сол туралы қысқаша мәлімет береміз. 2019 жылдың желтоқсанынан бастап Қытайда 2019 НСОВ қауіпті коронавирусы тарай бастады. Соңғы мәліметтер бойынша вирустың жаңа түрін 2700-ден адам аса жұқтырып, 80-і өліммен аяқталған деседі. Ауруды жұқтырған алғашқы адам 8,5 миллион тұрғыны бар Хубей провинциясының астанасы Ухань қаласында тіркелді. Қазіргі уақытта Қытай Халық Республикасы 30 провинциясының ішкі Моңғолия, Шэньси, Гансу және Цзиньцзяннан, сонымен қатар Жапония, Корея, Сингапур, Таиланд, ақш пен Вьетнамда ауру жұқтырған адамдар тіркелді деседі. Әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде жұғу жолы мысалдары туралы тексерілмеген, кейде фейк екені анық ақпараттар тарап жатыр. 4 антигенеттік топтан тұратын адам құстар мен үй малдарында жұғатын өте үлкен ауру коронавирус цитоплазмасы деп аталады. Коронавирус індеті Қытай Халық Республикасы мемлекетінің премьері тексеріспен Уханьға келді. Қытай Халық Республикасы төрағасы Си Цзиньпиннің тапсырмасы бойынша мемлекеттік премьер-министрі коронавирус инфекциясының жаңа түрімен күресіп жөніндегі жұмыс тобының басшысы індетпен күрес жөніндегі жұмыстарды бастап кеткен. Сонымен қатар дүйсенбіден бастап Қытай Халық Республикасында мемлекеттік кеңестің ресми жаңа жылдық демалыстары 2 ақпанға дейін ұзарту туралы үкім күшіне енді. Тиісті нұсқаулар Қытай Халық Республикасындағы барлық провинциясында таралады. Елдің балабақшалары, мектептер мен жоғары оқу орындары үшін жаңа жылдық демалыстың зор аяқталу мерзімі туралы жеке хабарлама жарияланатын. Қазір бізге келіп түскен ақпарат осы. Соңғы ақпарат сау болыңыздар.